Балалар, бүгінгі дейтін сабағымыз 12-ші сабақ алмастың ағашы. Бірінші менің сабағымды көрместен бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер, 15 мың подписчикке сәл ғана қалды. Бірінші жаттығу жұмбақты шеш дейді. Көзге ілінбейді, жустан білінбейді. Таза ауа екен, ауа екен. Енді алмастың ағашы деген мәтінді оқитын боламыз. Биыл қалада шілде өте ыстық болды. Балалардың жаңбырды аңсаған сонша қайта-қайта аспанға қарағыштай берді. Көктен тек шаңытқан күнді ғана көреді. Көздері жыбылықтап, танаулары желбіреп көлеңке іздейді. Әрине, мұндайда жапырағы қою ағашқа не жетуші еді. Жел жоқ болса да, ағаштар жапырағын қимылдатып, желбірегендей болады. Ал алмастар тұратын жаңа ықшамауданда ағаш әлі аласа. Көкесі кешкі тамақ үстінде. Таңертең күн салқын, ауа таза. Ерте тұрған адам күні бойы онша ыстықтамайды. Жұмысты да өнімді істейді деді. Алмас оны құлағына құйып ала қойды. Алмас ертеңнен ерте тұрып киініп далаға шықты. Аулада бірде бір бала жоқ. Маңайы тып-тыныш. Күн салқын, ауа тап-таза екен. Мәдениет сарайын бір айналып келеді. Салқын ауаның әсерінен қайнаған ыстықта онша елемеген секілденді. Ол осы күннен бастап ерте тұруды әдетке айналдырды. Көкесі мен апасы үшінші кезекте тау ішінде лагерге жібереміз. Әлше осылай дағдылана бер деді. Алмас күнде таңертең тұрып, мәдениет сарайының маңына серуендейтін болды. Бір-екі бала ілесіп еді, уәделеріне тұрмады, ұйықтап қала берді. Бір күні Алмас жол жағасында шөптің сытырлап жанып жатқан көрді. Жалын сумаңдап, көктемде отырғызылған ағаштардың түбін орай бастады. Алмас енді шыдай алмады, жетіп барып табанымен отты таптай бастады. От оған бой берер емес. Жас ағаштың қабығын жалап үлгерді. Алмас футболкасын шешіп алып сонымен ұрды. Әсер дегенде өшірді. Ақ футболкасы қап-қара күйе болды. Бір-екі жер тесіліп те қалды. Оған өкінген жоқ, әйтеуір іс тындырды ғой. Жарайсың балам, деген дауысты жалт қараса, таяғын сүйеген қарт кісі екен. Ерте тұратындардың бірі осы кісі. Мына ағаш енді сенікі болсын, балам, деді қарт. Өзін қарап сақтап жүр. Енді атын кім? Алмас. Енді мұны Алмастың ағаш дейміз. Қай сыныпта оқисың? Күз 2-ші сыныпқа барамын. Ой, айналайын, мен сен үшін не 4-ші оқитын шығар десем, таудай болып өсе бер, қарағым. Ақ футболкаға ештеңе жарамай қалды. Көкесі мен апасы бұл іс үшін ұрысқан жоқ, қайта құптады. Алмас әлі күнге дейін ерте тұрады. Мәдениет сарайына айнала жүгіріп шынығады дейді. Түсініп оқы, мәтін автор туралы әңгімеледі. Бұл жерде автор Мархабат Байғұт деген ағамыз екен, жазушы, аудармашы екен. Ол кісі 1945 жылы туылып, оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Пістелі ауылында туылған екен. Балаларға арнап көптеген әңгімелер жазған екен. Оның Шілде, интернаттың баласы және Табас кітаптары бар дейді. Енді бізде бұл жерде тапсырмаға жаңағы мәтінімізге сұрақтар қойылған екен. Алмастың ағаш әңгімесі талда дейді. Бірінші қараңыздар. Әңгіме қалай аталады? Әңгіме Алмастың ағаш деп аталады екен. Алмастың ағаш деп аталады екен. Бұл жерде кейіпкерлер дейді. Алмас, әкесі, ауыл адамдар екен. Бұл жерде бас кейіпкер Алмас екен. Мына жерде сұрақтар жауап беріп жатырмыз. Екіншісі, мәтіндегі ең көңілсіз оқиға. Ағаштың өртенуі, ағаштың сыну немесе адамдардың ағашқа қиянаты. Шөпті өртеп жіберіп, содан кейін ағаштарға зиян келіп жатқаны. Ары қарай бізде үшіншісі, кішкене Алмас қандай ерлік жасады, оның іс-әрекеті не баға берді де. Қараңыздар, бұл жерде Алмас
ағашты қорғады, оған қамқорлық жасады, иә. Оның бұл іс-әрекеті батылдық пен табандылық екен, иә. Ары қарай бізде 4-ші тапсырма, мәтіннің Алмастың әкесінің сөзін тап дейді. Бұл жерде әкесінің сөзін табамыз. Көкес кеше кешкі тамақ үстінде. Таңертең күн салқын, ауа таза. Ерте тұрғанда адам күні бойы оның ыстықтамайды. Жұмысты да өнімді істейді деді. Иә, осы жерден нәжірген екен, иә. Алмастың әкесінің әңгімесі екен. Енді сен Алмастың орнына болсаң не істер едің дейді. Қараңыздар, мен Алмас сияқты ағашты қорғап, оны күтер едім, иә. Үстіп жазады екенбіз. Ары қарай, әңгімеден қандай қажетті ақпарат алдың? Алмастан не үйрендің дейді. Бұл жерде табиғатты қорғау керек екенін, ағаштың адамға пайдасын үйрендім, иә. Алмастың батылдықты, табиғатқа қамқор болуды үйрендім, иә. Алмастан осыларды үйренген екенбіз, иә. Табиғатты қорғау керек екен, ағаштың адамға пайдасын үйрендім, иә. Алмастан батылдықты, табиғатқа қамқор болуды үйрендік екен, иә. Ары қарай бізде Алмастың әкесінің сөзіне мән бер, оны дәптерге жазып ал дейді. Бағанағы сөзді жазып аласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.